Сәлем достар, осы жылдың наурыз айында әлемдік прокатқа Морбиус фильмі шықты. Марвелдің комикстер желісінен алынған бұл кейіпкер негізінен өрмекші адамның залым қарсыластарының бірі. Яғни өрмекші адам болмаса, Морбиус та болмас еді түсінікті болу үшін. Ал өрмекші адамның құқығы Sony компаниясына тиесілі болғандықтан олар өздерінің Marvel, DC секілді кино әлемін құрмақшы болады. Өрмекші адамды Марвелмен келісімге отырып кек алушылар қатарына қосқаннан кейін енді өздерінде өрмекші адамның жаулары қалып қалды ғой. Оны қайтпек керек. Давай енді өзіміздің әлемімізді құрып, сол залым кейіпкерлігі жеке кино түсірейік деген шешімді қымыз ішіп отырып қабылдай салады. Міне осы жерден бірінші Веном жарыққа шығады. Веном және Веном 2. Одан кейінгі бүгінгі Морбиус. Әлемдік кинокритиктердің талай сынына қалған бұл фильмді мен көптен бері көре алмай жүрген едім. Осы бүгін көрудің сәті түсті. Онда да вампирлер туралы фильмдер қызық болған соң көрдім. Шынымды айтсам достар, жақсы әсер қалды деп айта алмаймын, оның неге екенін осы видеода айтатын боламын. Достар, сосын осы видеороликте спойлер болады. Егер сіздер осы фильмге спойлер болған қаламасаңыз, алдын ала білгіңіз келмесе, онда бірінші фильмді көріп алып, одан кейін барып менің каналыма келуіңізге кеңес беремін. Бірақ бұл жерде қатты спойлер болатындай спойлер бар деп те айта алмаймын, өйткені ол жерде трейлерде де барлығы өзі көрсетілген, енді өздеріңіз қарайсыздар, иә. Олай болса кеттік достар. Доктор Майкл Морбиус сирек кездесетін қан ауруымен ауырады. Және осы қан ауруын қалай емдеймін деп оны Коста-Рикадағы жарғанаттарға алып келеді. Ол жарғанаттармен эксперимент жасау барысында бір қоспа ойлап табады және қоспаны өзіне салып дертінен айығады, бірақ қан сорғыш, қан ішкіш вампирге айналады. Және оның Майло есімді досы болады. Ол да Майкл Морбиус ауырған дертке шалдыққан және Майклдың жазылып кеткенін көріп, өзіне қоспа беруді сұрайды. Бірақ Майкл Морбиус бермейді. Одан кейін біздің әккі Майломыз Морбиус ары қарап тұрғанда ол қоспаны көрсетпей алып кетіп, жымқырып, өзіне салады, ол да вампирге айналып шыға келеді. Одан кейін адамдарды бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Неге екені белгісіз. Фильмнің ортасында Майло мен Морбиус бір-бірімен алыс-жұлысқа түсіп, сол фильмнің соңына дейін сол алыс-жұлыспен өткізеді ғой фильмді қысқасы. Міне достар, барлық фильмнің сюжеті осы. Киносыншылардың бұл фильмге тиіспеген жері қалмады, жерден алып жерге салды. Енді менің ойымша осы қатты көзге батқаны ол мотив дейді ғой, сіздерге қалай аударсам екен, себеп салдар, иә. Мысалға өмірі кісі өлтіріп көрмеген, өмір тәртіп бұзбаған Майло кенеттен адамдарды бірінен соң бірін қойдай қыра бастайды. Онысымен қоймай жақын досы Морбиусқа барып, сен де адамды өлтір, адамның қанын іш, рахаттан ләззат ал деген секілді. Морбиус бас тартқаннан кейін оны да өлтірмекші болады. Қандай себеп, оны қандай себеп жетеледі, білмеймін, нақты себеп жоқ, логика да жоқ бұл жерде. Енді әдетте фильмдерде қалай болады, мысалға дейікші, мысалға алып отырмын, бір адам екінші адамды барып өлтіреді делік. Енді ол мысал ғана. Фильмнің соңына қарай біз оны не үшін солай өлтіргенін білеміз, иә. Бәлкім ол жақын досын өлтірген болар, бәлкім ол бір жақын адамын өлтірген шығар. Ол маңызды емес, бастысы себеп бар, иә, себеп бар. Ал Морбиусте неге екені белгісіз, осы себеп жоқ. Ол енді себеп ретінде өзін ешкім жақсы көрмейді. Мен Майклдан кейін екінші адам болдым, мен Майклдың жаңағы көлеңкесінде қалып қойдым дегенді айтқысы келді әрине, бірақ камон достар, енді ол себепке де, ол мотивке де жатпайды, ол мотив ретінде өте әлсіз. Бірақ енді Sony Pictures'та отырған адамдардың ойынша бұл сол мотив жеткілікті болған сияқты. Тіпті Майлоны сомдаған актер Мэтт Смиттің өзінің бір интервьюінде ол айтады, мен шынымды айтсам өз персонажымды түсінбедім, оның жаңағы шығу тарихы, оның мінез-құлқын дұрыс түсіне алмадым және түсіндірмеді де дейді. Ол дұрыс емес негізі. Ол өзінің актер өзінің персонажын түсінбеу өте жаман достар. Содан кейін жаңағы Джаред Лето мен жаңағы Мэтт Смиттің кейіпкерлерінің арасында ешқандай химия жоқ, иә. Химия деген сіздер жаман нәрсе ойлап қалмаңыздар. Достық байланыс жоқ деп отырмын. Екі бейтаныс адам диалогқа түсіп тұрған секілді көрінді маған. Және фильмде Майкл Морбиус өзінің жаңағы вампир болғанына қатты қиналады. Негізінде комик желісіне салып түсірсе жақсы болар ма еді деймін да. Ол жерде жаңағы Майло дегеніміз Локсиас Краун деген кейіпкер болған, өзі тумасынан жаман кейіпкер, ол адамдарды өлтірген қаншама жаңағы бопсалаған, ұрған деген секілді. Одан кейін барып оны біздің Морбиусымыз тістеп қан ішіп вампирге айналдырады. Міне енді жаман кейіпкер Морбиус екеуін бір-біріне қарсы қойса, ешқандай жаман көрінбейді да. Қазіргі фильмдегідей емес те, мысалға жақсы кейіпкер, ол жаңағы Майломыз жақсы кейіпкер, тәртіпті, миллионер, өзінің ұстанымы бар адам, иә, ол келеді де, білмеймін, аяқ асты етіп жерден түскендей жаман кейіпкер болып атып шықты. Бұл теория ғана, енді шын мәнінде білмейміз ғой, солай түссе шынымен жақсы болар ма еді деген ол менің жеке ойым. Айтпақшы, комикс демекші достар, осы роликтің басында да айтып кеттім ғой, жаңағы комикс бойынша Морбиустың қайдан шыққанын, осыны түсінбей жатсаңыздар, астына жаза кетіңіздер, ол туралы бөлек видео түсіріп сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Енді осындай дүниелердің орын алуы бұл фильмде, сценарийдің әлсіздігі достар. Менің білуімше, кино авторларының ойынша визуалды спецэффектіге толы бір дүние түсіріп шығайық та, сонымен
көп акча тауып алайык деген секилди. Кинону сол актерлердин шеберлиги менен визуалдуу жагы алып чыгарды десе керек, бирок натыйжеси олай болмой чыкты. Спец эффектинде катырмады го сол. Орус көрүнүштөрүн көрдүңүздөрбү? Жана бири-биринин төбелескенин, не болмаса жана Морбиустун учкан сәтин, караңыздарчы. Менин көзүмө сол калып кеткен графика, 90 жылдагы графика секилди бир будактаган түтүн ұшып баратыр енді, білмеймін. Не үшін олай істеді, ол белгісіз. Енді сен вампирсің, сен ұшасың, ұшатын вампирсің, жарайды. Оған да көндік. Ұшатын вампирсің, сен ұшып баратсың, сенің жаңағы будақтаған түтін, сенің жаңағы киіміңді будақтап бара ма, енді білмеймін. Енді ол фантастика екені түсінікті ғой әрине, бірақ фантастиканың да шегі болады ғой достар, бір. И вообще менің үстімде классикалық вампир анау жаңағы Дракуладан бастап осы кейінгі Сумерки, Дневники вампираға дейін жылдам жүгіретін болған. Рас қой. Бірақ ұшпайтын. Бірақ комикс желісіне салса, ол ұшатын болған. Морби ұшатын болған екен. Сонымен достар, фильм сәтсіз. Нақты қазіргі заманның талабына салсақ, фильм сәтсіз шықты. Бір түрлі ешқандай креатив жоқ, жаңа идея жоқ. Өздерінің жаңа кейіпкерлердің ішкі конфликтісі де бір түрлі. Бір көріністе Морбиус айтады, менің екі-ақ таңдауым бар дейді. Не адам өлтіріп қанышы, не болмаса өлу дейді. Ол біздің жаңағы Нобель премиясының лауреатына өзінің жылдамдығын пайдаланып, күшін пайдаланып, бір қандай да бір лабораторияға кіріп, адамның қанын ұрлап, соны уақытша шетіріп, бір жолын тапқанша шетіру деген оның миына келген жоқ секілді. Сосын бір детективтерді, жаңағы тергеушілерді көрсетіп қойған, олар киноның жаңағы ортасында келеміз, сол келгеннен аяғына дейін бірдеңе тындырып қарық қылған ештеңесі жоқ, сол түсініксіз әйтеуір жүрді енді Морбиустың әліп. Және де Морбиус фильмнің басында бір кішкентай қызға бас көз болып қарамағын алып, жаңағы қарап жүрген, ол қыз фильмнің ортасында жоғалып кетті, оны алып тастады. Ол біздің жаңағы басты кейіпкерімізге бір қандай әсерін тигізбесе, бір қандай да бір тікелей қатысы болмаса, ол қызды сол фильмге тығып не бар деймін да, білмеймін, ол бөлек әңгіме. Қисынсыз диалог, жаңағы 90-шы жылдарда қалып кеткен графика, енді мен үшін ерсі көрінді енді. Енді айта берсек ауысталар достар, енді фильмнің жаңағы позитивті жағын айтатын болса, олар әрине актерлар сөзсіз шебер ойнады. Енді менің жеке көзқарасым бұл. Оларды мен вампир ретінде көре алдым. Жаңағы Джаред Лето болсын, ол өзінің мимикасымен, жүріс-тұрысымен жаңағы Морбиустың рөлін жақсы атқарып шықты. Мэтт Смит та жаңағы Майлоның жаңағы өзінің бет формасының жаңағы крэнк болғанына байланысты ма, әйтеуір жарасымды болды, жаңағы өзінің кейіпкері, өзінің жаңағы персонажы жарасымды болды. Енді жігіттер жақсы ойнады. Осымен достар, соңына біз жеттік. Уақыт бөліп назар аударғандарыңызға рахмет. Өз ойларыңыз болса, осы фильм жайлы әрине жаза кетіңіздер комментарий астыға. Ұнап жатса лайк басыңыздар, тіркеле кетіңіздер, қолдай отырыңыздар. Енді білмеймін, басқа блогерлер не дейді, сондай көріңіздер, енді кино көріңіздер, киноны көріп қана қоймай түсініп көріңіздер. Келесі кездескенше достар.